Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Біз сіздерге тікелей эфирде өте шұғыл жағдайларды, халықаралық геосаясатты жеткіземіз. Бүгінгі тікелей эфиріміз шамалы асығыс болғандыққа байланысты, мүмкін еркін онлайн сұрақ жауап күйінде көбірек болады. Ендеше мен сіздерге тақырыптың бірінші басында қойған сияқты Трамппен кездесуге тырысамын деген тақырыпта әңгіме айтқым келеді. Жұрт ойлайды, Серікжан Біләшұлымен Трамптың кездесуі қалай болуы мүмкін деп. Америкадағы 360 миллион америкалық және бәленбай миллион шетелдіктер қатарында біз ешкімде емеспіз. Ірі магнат, миллиардерде емеспіз. Трамптың сайлауына бір бәленбай миллион доллар жылуда атай алған жоқпыз. Шетелдіктерде оның сайлауына кәдімгідей қолдау көрсетіп жататын жерлері болуы мүмкін. Бірақ біздің Трамптың назарын аударатын ешқандай бір мүмкіндігімізде болған жоқ. Трамппен осы уақытқа дейін кездескен жоқпыз. Енді Трамппен бізді кездестіру мүмкін, қандай оқиға болуы мүмкін? Ол Қазақстандағы тұтқындалған азаматтардың жағдайы. Бұғанға дейін сондай бір зәрулікпенен осы іске құлшынып, осы іске ақшамызды, не басқа зейінімізді, күшімізді, уақытымызды жұмсайтындай бізге бір қозғаушы күш немесе итермелейтін күш болған жоқ. Ал атажұрттың азаматтарын жаппай тұтқындап, 12-сін Алматыда қамап, 4-еуін Астанада қамап, және бәленбай азаматқа айыппұл арқалатып, ал қалған азаматтарымызды куәгер боласың деп қоқон-лақы жасап, үйінен түннің бір уақытында сүйрелеп алып кетіп, жаппай екінші дүниежүзілік соғыстағы фашистік Германияның бейне еврейлерге жасаған зұлымдығындай зұлымдық жасап жатқан мына жағдайда біз енді Трамппен жүздеспеске шарамыз қалмады. Әрине, онымен жүздесем деп жүздесе салатын ол ауылдың әкімі немесе ауылдың молдасы емес. Оның қатқабат бақылауы, қатқабат есігі, қатқабат босағасы болады. Ендеше біз Трамппен жүздесуге қайтсек амал табамыз. Әрине, баршаңыздың ақыл кеңестеріңіз керек, рухани қолдауларыңыз керек. Ендеше кеше түнде құптан намазынан кейін басым қатып отырып, жаратушыдан, Алла, бір шығар жол көрсет. Мынау біздің азаматтарымыз нақақ сотталып, қамалып, фашистік Қазақстанда. Мынау Қаншер Тоқаевтың таресік тас босағасында, темір торының аржағында шіріп кетпесін. Біздің асыл азаматтарымыз еді ғой бұл. Бұл Қытайдың қазақ жеріне жасаған экспансиясына қарсы еді ғой. Ал қазақтың дені Қытайды жек көреді. Қазақстанда қаптап жүрген қара Қытайға қарсы болып жүрген қазақ жеткілікті. Енді бұл азаматтарымыз солардың үнін жеткізуші ғой. Ендеше оларды құтқару менің мойнымдағы міндет, азаматтық борыш мойнымда қарыз болып қалады деген ойменен жаратушыдан көмек сұрадым. Таңғажайып, намаздан кейін ойыма сақ еткізіп, бір ғарыштан сәуле түскендей болып, осы ой келді. Ол қандай ой? Естеріңізге сала кетейік, ертеде, тым ерте заманда біздің атажұрттың азаматтары осы Трампты қолдап, Трампқа үндеу жасап, бір видео түсірген болады. Осы видеоны мен атажұртта Ғалым Рақжанұлына тауып бер дедім. Сөзсем, ол видеоны тауып беріпті. Мінекей қараңыздар. Ол видеоның түсірілген уақыты осыдан 5 жыл бұрын 2020 жылдың 4-ші қарашасы екен. Міне. Save our brothers who was suffering from Chinese genocide. Міне. And Mr. Trump is the only one Бекзаттың дауысы. who can recover the economic of the United States Міне. and the economic of the whole world. Трамп туралы Бекзаттың сөзі. The real Atajur support the Donald Trump. We love Donald Trump. Love from Kazakhstan. Love from real Atajur. Trump alға! 2020 жылдың, міне, 2020 жылдың 4-ші қарашасындағы осы видеоны
біздің азаматтарымыз каналға жариялапты. Бұл каналға жарияланғанда да міне Реал Атажұрт Казах Human Rights Supporters деп тұрып жазыпты. Енді осы каналда бұл видеоның көрілімі міне сол заманда міне 2500 ғана болыпты. Бұл қысқа ғана ролик екен, әдетте роликтер саяси шолулар сияқты көрілмейді. Бірақ бізге мына датасы 2020 жылдың новемберінің 4-і міне 4 қараша деген мына датасы жеткілікті. Мына жерде біздің азаматтардың сөйлеген сөзі жеткілікті. Міне видеоның өзі. Mr. Donald Trump is the only one who can save our brothers. Мистер Дональд Трамп мырза Қытайдың темір есік тас босағасында, тар есік тас босағасында жатқан біздің бауырларымызды, қандастарымызды құтқаратын жалғыз үмітіміз дейді. Бекзат Мақсұтхан айтады. Suffering from Chinese genocide. Қытайдың геноцидтік азабына ұшырап отырған біздің бауырларымызды құтқаратын дейді. And Mr. Trump is the only one who can recover the economic of the United States and the economic of the whole world. Және президент Трамп дейді, тек бір ғана адам Американың экономикасын қалпына келтіретін, және бүкіл жер шарының экономикасын қалпына келтіретін жалғыз адам дейді. Бекзат Мақсұтханның сөзі. We, the real Atajurt, support the Donald Trump. Біз нағыз Атажұрт Дональд Трампты қолдаймыз дейді. We love Donald Trump. Біз Дональд Трампты жақсы көреміз дейді. From Kazakhstan. Біз Love from Қазақстаннан сізге махаббат, Қазақстаннан сізге қолдау дейді. Міне, көрдіңіздер ме? Қазақстаннан сізге махаббат дейді. real Atajurt. Trump алға. Трамп алға дейді. Бұл 2020-ның міне 4 қарашасында. Мына видеоны есіме салған жаратушыға сансыз шүкірлік болсын. Бұл видеоны маған сақ еткізіп тауып берген ғалым Рақыжанға Алла разы болсын. Енді менің Трамппен кездесуге маған себеп табылды. Енді біреумен кездесетінге бір бет жүздік керек қой. Менің Трамптың айналасына барып, мен сендерге $1 миллион жылу атайын дейтін, менде $1 миллион түгіл, $100 мың, $100 мың түгіл, $10 мың ақша жоқ. Енді мен не істеймін? Әрине, оның айналасындағы командаға кездесу үшін кәдімгідей сенде не атақ, абырой, бет, бедел, немесе менде бір таңғажайып бір оқиғалар болуы керек. Мысалы, Трамп өткенде, мысалы, қаншалаған адамдармен кездесті, өткенде ғана мысалы әне бір қара баламен жүздесті. Онда сондай бір жағдай болу керек. Ал менде оның ештеңкесі жоқ. Енді мен не істеймін? Енді мен Трамптың қолдаушылары 2020 жылғы Трамптың басына ең ауыр күн түскенде анау айдаладағы Ауғанстан, Пакистан дейтін елдердің категориясындағы Қазақстан десе қайда дейді, Ауғанстанның қасындағы Қазақстан дейтін, орталық Азияда Алматы дейтін Іле Алатауының баурайындағы мына фашистік қанішер Тоқаевтың жаңағы билеп отырған елінде қан төгілген Алматы, Совет армиясы желтоқсанда қырып кеткен, қанға бояған Алматы, кешегі қаңтарда Путиннің армиясы Тоқаевтың өтінішімен келіп қан жасағып кеткен Алматыда 2020 жылы 4 қарашада Love from Алматы дейді. Love from Kazakhstan. Дональд Трамп, біз сені қолдаймыз, біз сені жақсы көреміз. Сен жалғыз адамсың, Американың экономикасын қалпына келтіретін дейді Бекзат Мақсұтханұлы. Сен жалғыз адамсың, дүние жүзінің экономикасын қалпына келтіретін дейді. Сен біздің дейді, Қытайдың геноцидіне ұшырап дейді. Темір торының аржағында жатқан, тар есік тас босағасында, түрмесінде, абақтысында қиналып жатқан, suffering дейді, азап көріп жатқан бауырларымызды құтқаратын жалғыз адамсың дейді. Міне Бекзат Мақсұтханның осы сөзі тұр. Мен енді мынаны аламын. Енді мен бұны принтерден шығарамын. Мен бұны өстіп мақала қылып жазамын. Енді бұны түсіндірем әрбір сөзін. Әсіресе ана жерін скриндеп алам. 4 қараша 2020 сенің басыңа ең ауыр күн туып тұрған кезде, тағдырың алай-бұлай болып тұрған кезде біз сені қолдағанбыз дейміз.
Ол кісіге де білесіздер, ол кісінің мінезі өзі әзілқой адам, өзін қолдағандарды жақсы көреді. Кезінде оны қолдап Кореяда, Жапонияда, тіпті анау Сауди Арабияда, Малайзия, Индонезияда оны қолдаған адамдарды, ол үнемі мені қолдаған адамдар міне Манилада бүйтіп мені қолдап акция өткізіпті. Мені қолдаған адамдар міне Сауд Арабияда бүйтіп мені қолдапты деп оның бір жаңағы эфирлерде сөйлеген сөздері бар тұғын. Енді мынаны алып шығам. Бұны қалай алып шығам? Ол әрине бұл атажұрт сияқты қолдаушыларға зәру ме еді? Зәру демес, мен айтам. Сені қолдаған азаматтар Қазақстанда дәл қазір түрмеде отыр. Өткенде ғана қанған қолын жуа салып, кеп сенімен қол алысып кеткен мынау Тақай, міне сені қолдап анау 2020 сенің басыңа ең ауыр күн туып, алмағайып болып, тағдырың қылдың үстінде тұрғанда сені қолдап Алматыда акция өткізген бұл азаматтар міне қамауда отыр дейді. Оның астына бүйтіп жазып қойған. Бұл азаматтар кімдер? Бұл азаматтар Google-ге жазда атажұрт Казах Human Rights деп іздеп қал. Қытайдың геноцидін, сенің ана жауың, сен жек көретін Ши Цзиньпиннің қазақтарға, қырғыздарға, ұйғырларға жасаған геноцидін әлемге ашқан атажұрт. 95% дәлел фактыны жылаған, еңіреген, зарлаған, күйеуінен айырылған, әке-шешесінен айырылғандардың видеосын алып бүкіл әлемге аударып жариялаған атажұрт. Міне сол атажұрт. Міне сол атажұрт сені қолдаған атажұрт. Енді соны Тақай міне түрмеге қамап жатыр. Түрмеде шіртемін деп отыр. Міне атып өлтіріп тастайын десе шамасы жетпей, түрмеде шіртпекші. Міне деймін. Енді бұл әрине бірден Трамптың қолына тимейді. Оның командасы бар. Қабат командасы бар. 9 қабат, 90 қабат командасы болады оның фильтрден өтен. Ананы тастай қылып, оның Қытай геноцидін әлемге ашқан атажұрт екендігін бір. Екіншісі Трампты қолдаған атажұрт екендігін екі. Үшіншісі анау Алматының ең даласында Қытайдың туын, Американың жауы Қытайдың туын өртеген, және Трамптың жауы Ши Цзиньпиннің туын өртегендігі үшін өткенде ғана Трамппен қол алысқан Тақай жағынан қамауға алынып отырғандығын айта қойғанда, барлығы тура қалауын тапса қар жанады дегендей міне тарс еткізіп кезігуге жол ашады. Мен міне кеше түнде құптанды кешігіп оқып отырып жаратушыдан сұрадым. Жаратушы, мынау басымызға ауыр күн төніп тұр. Мына ауыр күннен мені тығырықтан шығаратын, мына азаматтарымызды құтқаратын бір жол аш дедім. Сенің амалың жаудың амалынан үстем. Сенің айлаң жаудың айласынан үстем. Сенің бол дегенің болады. Сен маған бір жарық сәуле түсір, мына тығырықтан құтқаратын бір жол көрсет дедім. Міне таңғы жайып, намаздан кейін тарс етіп миыма тура, тарс етіп, сақ етіп тура, ғарыштан бір сәуле түскендей болып осындай ой келді. Мен енді мына жұмысымды осыны ары қарай жалғастыруға, міне осы тәсілменен хат кіргізуге, адамдар арқылы хаттар кіргізуге мен енді тырысамын. Енді бір қызық әңгімені айтайын. Мынау хабар арнасын көретін азаматтарға белгілі болуы мүмкін, былайғы азаматтарға белгісіз. Мынау қазір парламенттің төрінде отырған Абзал Құспан деген екі аяқты шайтан бар. Абзал Құспанның енді түрі енді нағыз лағнеттілердің түрі, мысалы, оның енді түрінің өзі оның шайтан екендігін айтады. Енді соны ойлайсың, енді кезінде мүмкін Қытайлар мынау мына зәндемі, мынау тақыр мына зәндемі, мына сығыр көз, мынау енді адамнан шыққан шайтан. Бұл шайтан Серікжанды қаралаған кезде мынандай бір сөзді мына мемлекеттік телеарнадан айтады. Серікжан деген мен Трамппен сөйлесіп тұрам дейді. Енді ол масқара ғой ол, енді Трамппен ол сөйлесе ме дейді. Мен ешқашан осы уақытта еш аудиомда мен Трамппен сөйлесіп отырмын, мен туалетте отырып Трамппен сөйлестім деген әңгімені айтқан емеспін. Бұлар әдейі осындай сөзді айтып, бір Серікжанды бір қиялы, есер соқ мен жаңағы бір бөспе қазақтар болады ғой, сол сияқты халықтың санасына бір Серікжанды бір жаңағы асырып сөйлейтін бір оғып көрсеткісі келеді. Мынау депутат, білдей бір мемлекеттің депутат, білдей бір хабар арнасында отырып, жаңағы кім Мақсат Толықбайы бар, Айдос Сарымы бар, Абзал Құспаны бар, отырып алып 4 қатын сұңқылдап, ана мемлекеттің депутаттары сұңқылдап Серікжанды мемлекеттік телеарнада жамандағанда осындай сөзді айтады. Мені айтқан жоқпын, бір
айтсам бұлар жұлып алып дәлелін алып келсін. Менің 40 жылдың алдында сөйлеген сөздерімді алып келіп дәлелге қолдана қоятын бұл есекбастар ондай кезде дәлел көрсетпейді. Жаптым жала жақтым күйеді. Мен енді Трамппен осылар айтқандай кездесуге тырысамын. Себебі жаңағы сөз әрине Трамп ақсақал ол осындай бір жаңа қолдауға, зәру қолдауды жақсы көреді, қолдауға мұқтаж. Себебі бүкіл Американың ең ірі медиалар солшыл демократтардың қолында. Мысалы, Нью-Йорк Таймс солшыл демократтардың қолында, Байденшілдердің қолында, Washington Post Байденшіл солшыл демократтардың қолында, CNN солшыл демократтардың қолында, BBC айдаладағы Англиядағы BBC ол да солшыл глобалистіктердің көзқарасын жақтайды, Трампты жерден алып жерге салады. Енді осындай жағдайда бұл кісі әрине бір шетелден болсын, қандай да бір адамдардың өзін қолдағанын, жақсы көргенін, ол кісі үшін жаңағы іс-шаралар ұйымдастырғанын жақсы көреді, қатты жақсы көреді. Енді осындай кезде біздің осындай қылып шығып, қандай да бір журналистерге, саясаткерлерге шығуымызға бір жақсы себеп табылды деп ойлауға. Енді одан басқа амал не? Тілек Ниязбек екеуміз мүмкін Ақ үйдің алдында үстімізге бензин құйып өртейміз деп бір дүниені лаңғадағылармыз. Әрине, егер Бекзат Мақсұтқандардың жаңағы басындағы қиындықты билік арттырамыз десе, Тілек Ниязбек екеуміз үстімізге бензин құйып өртеуге, немесе Нью-Йорк Таймстың көшесінде ол үстіне бензин құйып өртенем деп, мен Ақ үйдің алдында үстіме бензин құйып өртенем деуге біз баруымыз мүмкін. Себебі қамалып отырғандар біздің қанды көйлек жолдастарымыз, қазақтың алтын азаматтары. Біз ол азаматтар құтқару үшін бүкіл дүниені лаңғада қылуға дайынбыз. Бүкіл дүниені лаңғада қылуға, қолымыздан келетін соңғы мүмкіндікті істеуге дайынбыз. Әрине үстімізге бензин құйып дүниені лаңғада қылу, ол ең соңғы таңдауда тұруы мүмкін. Бірақ қазір қара тұяғымыздан қал кетіп, көбеміз сөгілгенше, қабырғамыз күтірлеп сынғанға дейін біз осы азаматтарды құтқаруға жұмыстанамыз. Міне бұл бірсіз. Екінші бір нәрсе. Мынау биліктің жалдамалы қуыршақтарының бірі болған біреу Талғар оқиғасы кезінде Талғар оқиғасын ары шулатып, бері шулатып, бірақ ең соңында дымда бітірмеген аты Мейірбан деді ма, Мейіржан деді ма, бір есекбас бар екен. Мейірбан деді ғой деймін. Сол есекбас аяқ астынан жаңағы Талғардағы азаматтарды қаралап, жалалап видео түсіре қапты. Мына оның Инстаграм парақшасы екен. Мына бейнежазбаны бәріңіз де әлеуметтік желіде байқаған шығарсыздар. Дәл осы бейнежазбаға қатысты менің пікірім, ойлаймын, бұл азаматтардың сауатсыздығын кейбір сырттағы белгілі бір тұлғалар пайдаланып отқан сияқты. Себебі дәл осы Әлімнұрға қатысты Сержан Біләштің бүгін YouTube каналында бейнежазбасын көрдім. Бүкіл 40-50 туыс туғаныңды жинап ереуіл жасайсыңдар ма? Сен үніңді өшірдің ғой, митингге шықпадың, хабарға шықпадың, халықаралық медианы шулатпадың да біттің, онда әкеңе қош айта береді. Сержан Біләш Әлімнұрдың туған-туысқандарын осыған қатысты кейбір Мына жерде айтады, айтып отқаны байқалады. Қарапайым қазақтарға айтарым. Екі түйенің ортасында шыбын өледі деп, сіздер айлықтағанға көне бермеңіздер. Өзге мемлекеттің туын жау Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 173 бабына да саралануы мүмкін. Сендерді сол кезде Сержан Біләш шығарып алмайды. Ол құр айғайдың адамы. Қытайлардың бізге заңсыз жүруі болмаса да, басқа да заңсыз әрекеттері болып жатса, оны заң тұрғысында шешу керек. Біреуге алданып. Мынау бұл жерде 174-ші баппен қаралуы мүмкін дейді. Бұл биліктің маймылы, бұл жаңағы Абзал Құспанның петрушкасы, бұл Мейірбан деген есекті біз қайдан білеміз? Толық ат жөнді білмейді екен бұл неменің. Бұл Мейірбан деген есекті, бұл Серікжан сені құтқармайды дейді. Серікжан Қытай түрмесінен құтқарған 100 мыңдаған қазақты бұл білмей ме? Біледі. Серікжанның атын Серікжан Біләш деп Google-ге жазса, ағылшынша жазса, 100 мыңдаған қазақты Серікжанның құтқарғанын білмей ме? Біледі. Өзінің досы ана алаяқ, қаңтарда қазаққа жала жапқан, қаңтаршылар медсестраны зорлады деген, қаңтаршылар медсестраны кезектесіп зорлады деген арсыз алаяқ Абзал Құспанның досы мынау. Сонда Абзал Құспанның досы болған адам атақты Сайрагүл Сауытбайды білмей ме? Сайрагүл Сауытбайды Қытайға қайтарғалы отырғаннан аман алып қалған кім? Осы Серікжан Атажұрт. Осы Серікжан Біләш Атажұрт. Сол Сайрагүлді алып қалды. Абзал Құспан ең соңында соны Сайрагүлді бізден Қурайғатын екеуі, Сәуле Әбілдақан екеуі, соны бөлектеп Сайрагүлді ауашалап, Сәуле Әбілдақанның үйіне тығып ап, Абзал Құспан сөйтіп мыңқылдап екеуі бөліп алып кеткенде. Сайрагүл Сауытбай бізден қашып,
Абзал Құспанды еркек құдай деп, Сәуле Абылдақанды ұрғашы құдай деп, екеуін отырғызып қойып сәжде жасап кеткен кезінде, сендерді Қытайға қайтарғалы жатыр деген лекцияны сөйлеген кім? Тағы Серікжан Біләш. 2019 жылы мен 2019 жылы ақпанның 20-сы күні осы лекцияны сөйледім. Сайрагүл Сауытбайды Қытайға қайтарғалы жатыр дедім. Міне, неге? Маған осындай дәлел келді. Америкадағы үлкен бір кісі, жоқ, Пекиндегі батыс елдерінің бір кісісі маған қоңырау шалып отырып, Сайрагүлді Қазақстан Қытайға қайтармақшы екен. Мен Қытайдың жоғарғы жағынан өзімнің каналым арқылы соны білдім деді. Мен қалай білдім дедім. Ол дәлелдеді. Қалай алғандығын дәлелдеді. Менің тұтқындалуымнан небәрі 20 күн бұрын Сайрагүл Сауытбайды Қытайға қайтармақшы. Мен осындай нақтылы дәлелді таптым деп отырып, мен лекцияны ұрып жіберем. Ертесі көзі бақырайып Сайрагүл Сауытбай мен күйеуі Сіләм Уәли жетіп келеді. Себебі оларға да туыстары бұл хабарды айтып, сендерді бүкіл Қытайда жаңағы сендердің келуіңе дайындалып жатыр, сендерді Қытайға қайтарады екен, өлсеңдер сүйектерің сонда қалсын деп сәлем айтыпты. Олар да Бәленбай каналы арқылы. Ал олар бұл хабарды естіп ап, шошып дірілдеп отырған, Серікжанға келейін десе бет жоқ. Абзал мен Сәуленің етегіне намаз оқып кеткен кезде, олар Қазақстанда жүргеннің өзінде Серікжанды Атажұрт 10 рет лақтырып қойған кез. Енді ол кезде шарасыз, қорқақ кезі, кім айтса соған сенеді, кем байса дірілдейді, полицейса қорқады, бұтқа жіберетін кез енді. Содан жаңағын айтқанда қайтадан келеді ғой, енді сияған келдік, жаздық, жаңылдық, енді сен құтқар деп келеді. Сосын эфирден эфир жасаймыз, тілшіден тілші шақырамыз. Сөйтіп Сайрагүлді қайтармақ болды деген жоспар тасталқан болады. Қалай тасталқан болады? Мен ашып тастаймын. Сайрагүлді Қытайға қайтарады, Қытай соттамайды, Уәлидің тоқтаған пенсиясын қалпына келтіреді. Сөйтеді, Сайрагүл мен Сіләм Уәлиді қолын ұстатып, мынау Атажұрт деген арандатушы екен, мен білмей қаппын, жаздым, жаңылдым. Компартияның ең керемет шуған шүлелі махаббатының арқасында кешірімге болдым. Қытайда концлагер жоқ, бәрі өтірік, бұның бәрі Серікжанның ойдан шығарғаны. Міне жақсымыз бізде, екеуі жаңағы атпенде ары-бері шапқылап, жаңағы Үрімші мен Астананың ортасында атпенде жүреді, жаңағы желбір жекен деп көйлегін киіп, басына шекей тақиясын, сәукелесін киіп алып, жаңағы ары-бері жүреді. Сосын мына жақта қалың сатқын айтады, ойбай, Қытайда концлагер жоқ екен, бәрі өтірік екен, міне деп бүкіл биліктің жалдамалы жазғыштары, анау айына 5 миллион 10 миллион теңге айлық алатын жалдамалылар шулап улап, олар күні түн телевизорда көрсетіп, Қытайда нақақ қамалып жатқан қазақтардың оқиғасын максимал жабады. Міне бұл биліктің амалы болған. Біз ашып тастадық. Бүкіл дүние шу етті. Ең соңында Қазақстан билігі Қытайға қайтарайын десе батыс қысады, қайтармайын десе Қытай қысады, шарасыздан жаңа Швецияға жібереді. Швецияға жіберу үшін Германияның елшілігіне және Американың елшілігіне Атажұрт Сайрагүлді ертіп барып қағаз тапсырғанбыз. Сонда олар айтты, Қазақстан билігі не бұны жаңа саяси баспана бермейміз деп шешім шығарса, бірінші қабылдаған ел саяси баспана бермесе, басқа ел берсе болады деген заң бар. Екіншісі, олар береміз десе, онда бұл азамат саяси баспана алғаннан кейін жүру тұру куәлігін алады. Сосын оны ары қарай Еуропа, Америкаға барып емдетуге, сөйлетуге құқымыз бар. Дәл қазір не береміз, не бермейміз деп тұрғанда біздің оған кірісе алмаймыз деді. Онда демек біз Қазақстан үкіметінен соңғы жауап күтеміз ғой. Иә, береміз десе, ол да пайдалы дейді. Бермейміз десе, ол да пайдалы. Яғни соңғы қашқынның қашып аяғы тиген бірінші елі шешім шығару керек деді. Соны күттік. Дәл сол кезде мен тұтқындалып үйғамақта отырдым. Сол кезде сотты онлайн көріп отырмыз, жаңағы телефонға тыйым салғанына қарамастан. Міне содан көріп отырмыз, сол кезде Талдықорғандағы сот, оның Қытайда концлагер бар екендігі дәлелденбеді. Біз Қытай өкіметіне хат жазып сұрадық, Қытай айтты, концлагер жоқ деді. Демек Сайрагүлдің Қытайда қудалау көрген дәлелденген жоқ, сондықтан біз оған саяси баспана бермейміз деді. Сақ еткіздім де жаңағы елшіліктерге қайтадан хат жазды. Міне бермейміз деп соттың үкімі шықты, не істейсіңдер дедік. Сақ еткізді де ары қарай Еуропа одағындағы осыдан 1 жыл бұрын, яғни 2018 жылы кез келген туған жері Шыңжаң деп көрсетілген паспортқа саяси баспана береміз деп жариялаған Швеция үкіметі тарс еткізіп Еуроодақтың құрамында болғандықтан оған саяси баспана берді. Міне, бұл оқиғаның қыр-сыры осы. Бұның Айман Омарбамен қатысы жоқ. Ол Айман Омарбаның кім екендігін де білмейтін кезімізде оны елшіліктерге қолынан жетелеп кіргізіп қойған біз. Енді қараңыздар. Мынау Сайрагүлдің оқиғасы кезінде Абзал Құспанның абыройы айрандай төгілді. Ұлттық қауіпсіздіктің тапсырған міндетін орындай алмады. Біз оның алдын орап кеттік. Абзал Құспанның мынау арнайы тәрбие көрген шпион деп айтатын да содан. Енді қараңдар. Абзал Құспанның досы жаңағы Мейірман деген есектің фамилиясын білмей тұрмын. Фамилиясын білетіндер жазыңдаршы. Мейірман бірдеңке деген есек екен, ана Талғар оқиғасында
не дейді, мейір бірдеңе заңгері дей ма, бірдеңе деген. Мына осындай интервью жазыпты. Мейірбан ба, мейір ба, аты не? Бұл есек, мына биліктің маймылы. Бұны біз қайдан білеміз? Менің бұнда аудиосы да сақталу тұр. Ол қалай аудио? Баяғыда Қытай концлагерінде жаңағы қамалған адамдар туралы істі көтеріп жүрген кезімізде бізге жаңағы Абир деген жігіт жылап еңіреп видеосын жібереді. Абир деген жігіт. Бұл Абирдің видеосын жаңағы осы Атажұрт Қытай түрмесінен құтқарған бір келіншек жіберіп береді. Оның өзін Қытай түрмесінен Атажұрт құтқарған. Енді қазір Атажұртқа өкпелеп, тоңқиып жүр, өкпелей берсін, 10 мың жыл өкпелей берсін, оған біздің ештеңкеміз қисанбайды. Бірақ сол келіншекті біз Қытай түрмесінен құтқарғанбыз. Сол келіншек Абирдің видеосын жіберіп береді. Видеосын жіберіп берген, қарасақ, оның қызы Қытайда 7 жылдан бері құжатсыз жүр екен. Ойбай, мынау 7 жыл Қытайда құжатсыз қап. Неге? Қытайлар паспорт бермей, залогқа кепілге ұстап қалған дейді. Ойбай, Абирмен сөйлесеміз. Сен Қазақстан азаматсың, баяғыдан ана қызды дүниеге келерден бұрын Қазақстан азамат едім дейді. Әйелмен некеленерде әлде қашан қазақ азаматтығын алып болған дейді. Әйеліңші десем, о кезде Қытай азамат еді, кейін паспортын алып, шетел азаматын үйленген деген атпенен алдырып алдым Қазақстанға дейді. Ал қызды десем, Қытайлар жаңа құжат бермей, паспорт бермей, туу куәлігін бермей, туу куәлігі де жоқ, қысқасы ауада ондай адам жоқ деп, Қытайлар оны кепілге ұстап жібермей қойды. Ой, қызым ертең ұрлап кетеді ғой. Сосын Қытайда жылына 1 миллион бала жоғалады. Қытайда 1 миллион бала жоғалады. Бір телефоның жоғалса 5 минутта тауып беретін Қытай. Портмелің жоғалса 1 күнде тауып беретін Қытай. 1 миллион бала жоғалғады, Қытайда ешкім таппайды. Неге? Бұл бала ұрлығы қылмысының артында, балаларды тірідей сойып сататын қылмыстың артында, оларды мәжбүрлі еңбекке, жыныстық құлдыққа салатын қылмыстың артында Қытай ұлттық қауіпсіздігі тұр. Әлгі Абирге осыны айттым. Осындай ғой, сен Қытайға балаңды құжаты да жоқ, туу куәлігі де жоқ, балаңды қалай тастадың? Енді не көтермей жүрсің десем, ой, бұрай аға, жаңағы біз осындай да осындай жаңағы қорқып жүрдік, осындай Қытайшыл Омар Әлі Әділбек, Дүкен Мәсімхан хат жазып жүр, оларға барудан қорықтық. Енді сіз қайтесіз? Біз құтқарамыз. Ең соңында сол Абирді шуылдатып, дүрілдетіп жүріп, Қытайда құжатсыз қалған қызын мәжбүрлі түрде Қытай өкіметі біздің қалқараға шулатып көтере бергендігімізден Қытайдың басы қатып кетті де, әке шешесінде қызын 7 жыл бойы жібермей жүр деген сөзден кейін ана қыздың жаңағы Абирдің бажасы ма біреуге паспорт жасап, қолына сенім хат беріп, ана қыздың паспортында жасап, өзі Қазақстанның визасында жапсырып әлгіге. Ана қызды сол жаңа Абирдің бажасына қолын ұстатып, шекарадан өткізіп Қазақстанға әкеп Абирге тапсырып кері қайтады ғой. Сол кезде шекарадан тағы осы Бекзат Мақсұтхандар күліп алған. Ал енді осы қыздың оқиғасы шешілмей тұрған кезде, мынау Дина Мейірман Шөкеев, Шекейіп па? Есекейіп па? Есекейіп. Мейірман Есекейіп екен. Мейірман Шекейіп па? Есекейіп па? Сол, бола берсін. Енді сол кезде мынау Дина Төлепберген деген бір қатын бар екен. Соның бір астарлы ақиқат па білмеймін, бірдеңе деген бағдарламасы бар екен. Қайсы арнада? КТК арнасында ма, бірдеңе деген арнада. Мен өмір телевизор көрмеймін. Сол кезде мына Мейірман деген, жаңа Мейірман Шөкеев деген алаяқ, сол телеарнаның адвокаты ма, заңгері ма бірден кесе екен. Жаңағы Абирдің ісін көтереміз деп әлгі телеарна шақыра қалады. Абир барамыз ба дейді. Бар деймін, ол кезде Тілек Ниязбек бар, Атажұрттың басқа мүшелері бар. Барыңдар деймін, олар барады. Сөйсе, ол жаңа Қытайда қамалған қыздың тақырыбын өмірі Қазақстанның телеарналары көтермейді. Ондай Қытай қазағына қатысты тақырыпты көтермейді өмірі. Аналар көтере қалам деп мен таңырқап отырсам, бір кезде Тілек айтады, біз барсақ дейді, ана экранда қонақтар отыратын жерде Омар Әлі Әділбек отыр дейді. Омар Әлі Әділбек Қытайдың Қазақстанға жіберген иті. Өзі Қытай конгресінің мүшесі Пекинде. Өзі Қазақстанның азаматы. Өзі Қытайдың шпиондық мекемесі Бірлік Сап дейтін мекемеде тіркелген Қытай диаспорасы ұйымын құрушы. Оны Пекинде бір тіркеп, Қазақстанда 2 тіркеген жынды. Яғни ол шекесіне Қытайдың иті деген таңба басылған адал Қытайдың иті. Ол енді сол мені сотқа сүйреу, мені анаған жамандау, мынаған жамандау, арыз ұйымдастыру бәрін істеген сол таз, өзі сол ілебетінен келген қазақ. Енді Қытайға адал болғанда, енді Құдай сақтасын, мына Қытай коммунистері Батыр деген, мына Дун Сунруй, Хуаң Жигуаң, Лю Хулан дегендер бар. Хуаң Жигуаң деген ана жаудың зеңбірегіне, пулеметіне кеудесін тосып,
пулеметті кеудемен тосып тұншықтырыпты дейтін батыры Қытайдың қолдан жасаған. Ана Дунсунри деген ана жаудың өтетін көпірін жаңа жарылғыш затты тірейін десе тіреуіш жоқ, содан қолымен тіреп отаны үшін деп айғайлап жаңа жарылғыш затпен бірге жарылып өліп көпірді жарып, содан жаудың танкісі өте алмай мына жақтан компартия деп азат қыпты дейтін кітапта оқулықта сөйтеді. Енді мына Омарәлі Әділбек деген ол Қаңжигаң, Дунсунри, Дихулан дегендерден өтіп кеткен. Бұны енді өлсе сол Пекинде ана Маузидоңның қасына сабан балшықтан болса да ескерткішін жасайтындай қазақ. Бұл енді адал болғанда адал, Қытайға адал. Қытайды сүйгенде Қытай